Сәлем достар, бүгін біздер пенсионный отчисление туралы справка алатын боламыз. Алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Содан кейін егов.kz сайтына кіреміз, кіргеннен кейін ЭЦП ключ арқылы тағы да кіреміз. Содан кейін мына жерде социальное обеспечение деген бар, соны басып кіреміз. Кіргеннен кейін показать все деген тұрады, соны басамыз. Астына қарай түсеміз. Сол жерде мына жерде міне получение справки о пенсионных отчислениях деп тұр, соны басамыз. Заказать услугу онлайн. Сәл күтеміз. Мінекей біріншісінде бізде период көрсетуіміз керек, яғни мүмкін сіз 1 жылға, немесе 6 айға, немесе 3 айға қарайтын шығарсыз. Соңғы 3 айға, соңғы 1 жылға деп осылай 2 датаны таңдаймыз. Отправить запрос. Бұл жерде енді біз ключпен, яғни РСА деген ключпен подпись қоямыз. Носитель информации дейміз. Сосын біз өзіміздің кілтімізді таңдаймыз. Мен мына біріншісінде сәл қателесіп кеттім. Бірінші кілтті таңдап қойғам. Біздер біріншісі емес, екіншісін таңдаймыз. РСА деп тұратын кілтті таңдауымыз керек. Екінші РСА деп тұр. Пароліміз тереміз. Открыть деп басамыз сосын. Подписать етілді. Мінекей шамалы минуттан кейін уже дайын болады. Бұл справка бізде тез дайын болатын справка. Төмен қарай түсеміз. Мінекей. Орыс тілінде керек па, немесе қазақ тілінде керек па, өзіңіз білесіз. Алып осылай міне ашып қарасаңыз көрініп тұр. Дәл осылай справканы аламыз.